Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі қолжетімді өнімдерден дайындалатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен дайындайтын болсаңыздар, құймақтарыңыз өте керемет болып шығады. Ал ендеше кірісейік. Бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны жарамыз. Үстінен қант қосамыз. Жұмыртқа мен қантты ерігенге дейін араластырамыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырғаннан кейін үстінен сүт құямыз. Одан кейін електен өткізілген ұнды саламыз. Барлығын салмай, бөлек-бөлек араластырып саламыз. Ұнды көп қосудың қажеті жоқ, шамамен 220 немесе 240 грамм. Ал егер сізде таразы жоқ болса, сіздер 22 ас қасық ұн салсаңыздар болады. Барлығы бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ең соңында сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді құймақты жасауға кірісеміз. Қызып тұрған табанына майлап, жұқалап құймақты құямыз, жан-жағын тегістейміз. Қызарғанға дейін екі шетін пісіріп аламыз. Осылай құймақтың бәрімен жасап шығамыз. Бізде осынша құймақ шықты, достар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бұл рецептте ас содасы мен тұздың жоқ болғанына қарамастан, құймақтарыңыз өте көтеріңкі, тойымды әрі дәмді болып шығады. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет!